Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге балықты өте дәмдетіп қалай тұздайтынымды көрсетемін. Мендегі сазан балығы жуып, тазалап, бірнеше бөлікке бөліп кесіп алдым. Одан кейін үлкенде отызға салып, дәміне қарай тұзын қостым, қарабұрыш қосып, дәмдеуіштен орегано қосып, әбден араластырып алдым. Болғаннан кейін қақпағын жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Енді дайындап турап қойған картопты да тұздауымыз керек. Ол үшін табаққа салып, картопты дәміне қарай тұз қосып, дәмдеуіштен кинза қостым және соусты құйып, араластырып, бұны да жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін майымызды қыздырып, қызып тұрған майға алдымен фриді қуырып алдым. Аударып отырып, фриді қуырып, одан кейін балығымызды қуырамыз. Балыққа мен қатып, желінбей қалған нанды тастамай, ұсақтап турап, блендерден өткізіп, осылай дайындап қоям. Енді осылай нанның ұнтағына балықтың екі жағын батырып, қызып тұрған майға балықты қуырып алдым. Жалпы балықты, картопты осылай қуырардың алдында өзім жуып, тазалап дайындап болғаннан кейін жарты сағатқа салқын суға салып қоям. Қуырылып піскеннен кейін өте дәмді болып шығады. Міне балығымызды аударып отырып екі жағын қуырып алдым. Енді дайын балықтарға алдын ала кесіп, турап қойған жуаны қуырылған балықтың үстіне салып отырсаңыз, жегеннен кейін өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы әдіспен тұздап қуырып көріңіздер. Міне балығымыз дайын. Сырты қытырлаған өте дәмді балық шықты. Фридің да дәмі өте керемет. Ас болсын.